Баршаңызға сәлем, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай өте қарапайым, кождары жұмсақ черный принц тортының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін каналымнан алыстамай, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ендеше рецептімізді бастайық. Құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды және де шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап көпіргенше араластыратын боламыз. Содан соң айранымызға жарты шай қасықтай ас сутасын салып, жақсылап реакция жүргенін күтіп араластыратын боламыз. Ешқандай миксерді қажет етпейді, бар болғаны венчикпен жасай берсеңіздер болады. Дайын болған айранымызды енді жұмыртқа массамыздың үстінен қосып, оны да біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң ерітіп алған сары майымызды да құйып, оны да біркелкі етіп араластырып шығатын боламыз. Енді құрғақ массаларымызды біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қамыр қобызғышымызды және де 2-3 қасық какаомызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң сұйық массамызға құрғақ массамызды бөліктерге бөле отырып, 2-3 бөліктен араластыратын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден құрамын көбейтіп немесе азайтып жасай берсеңіздер болады. Өте жұмсақ бисквит түрі шығады, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мінекей осымен біздің массамыз дайын. Енді қалыбымызды майлап, алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35-40 минут шамасында бисквитімізді пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің бисквитіміз пісіп шықты. Енді артық бөліктерін кесіп алып тастайтын боламыз. Енді кремімізді дайындауға кірісетін боламыз. Мен сливки мен қант ұнтағын пайдаланатын боламын. Бұл тортқа міндетті түрде сливки пайдалану міндетті емес. Кез келген крем түрін пайдалана берсеңіздер болады. Мінекей креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинақтайтын боламыз. Пропитка жасасаңыздар да болады. Мен төменгі бөлігіне ғана сүтпен жасап шықтым. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көретін өте керемет әрі қарапайым торттардың бірі. Кремімізді барлық жан-жағына жеткізіп жағып болғаннан соң алдын ала кесіп алып тастаған үгінді крошкаларымызды сәндік мақсатта пайдаланатын боламын. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген безендіру түрін пайдалана берсеңіздер болады. Дайын болған тортымызды кемі 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып, пропиткасын жақсы жасасаңыздар болады. Мінекей біздің тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ариана. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.